Ассалаумалейкум, ардақты ағайындар, жанкүйерлер. Өткенде өздеріңізге көрсеткен болатынбыз. Вададан арнайы келіп, допинг тест алды. Жәнібектен үйге келіп алды. Олар білесіздер, айтпай келеді, ескертпей келеді. Тест тапсырдық. Кеше соның жауабы келді. Аллаға шүкір, барлығы таза, барлық керемет. Бізді білесіздер, біздің команда таза спортты қолдайды. Допинг пайдалануға қарсымыз, сондықтан спортшылар рингке таза болып шығу керек деп есептейміз. Өзіміз сол жолдамыз, сол бағыттамыз. Табиғи күшке ештеңе жетпейді. Бұйырған нәрсені сен допингсіз ала аласың. Бұйырмаған нәрсені, бұйырмаған жеңіске 1000 допинг салсаң да жетпейсің. Сол үшін спортшы мейлінше таза болу керек, мейлінше дұрыс жүру керек деп есептеймін. Өйткені сен тыйым салынған нәрсені қолданатын болсаң, қарсыласыңа кәдімгідей қастандық жасаған болып білесің, өзіңе де қастандық жасаған болып есептелесің. Double. Single. Double. 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 Ladies and gentlemen, here is the ageless two-division world champion, tonight making the third defense of his current title, introducing the defending WBA middleweight champion of the world, introducing Erislandy, the American Dream Lara. 14 fights, 14 victories. 9 of those victories coming by way of knockout. He is making his third world title defense. He is the reigning champion of the world, Kazakhstan, Janibek, Kazakhstan, Alim Hanala. Жәнібектің жаттығуы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Оны өздеріңіз де көріп отырсыздар, бақылап отырсыздар. Әртүрлі видеоларды салып жатырмыз. Бүгін сәрсенбі бізде, Құдай қаласа, 12 раундтық спарринг жасаймыз. Және 2 апта қалды. 2 аптада мен ойлаймын бір 3 немесе 4 спаррингіміз қалды. Құдай қаласа рингке Жәнібек шалдың өзі шыңдаған шалғыдай өткір болып шығады. Үлкен жауапты жекпе-жек екенін біздің команда толығымен біліп түсініп отыр. Менсінбей қарамаймыз Лараға. Өйткені қазақ айтады, елемеген бұтақ көш шығарады дейді. Ол да жеңсем деп, ол да 3 титулды иеленсем деп келіп отыр. Бар күшін салады. Бірақ біз одан мықты болуға тырысамыз, мықтылықты көрсетеміз. Салмақ мәселесі бойынша уайымдап жатқан жанкүйерлер де бар екен. Салмақ барлығы орында. Салмақ мәселесінде тәжірибеден өткенбіз, білесіздер. Сондықтан қазір аузы екен үрлеп шет дегендей барлығын бақылап, жіті қадағалап жасап жатырмыз. Ассалаумалейкум жанкүйерлер. Жекпе-жекке тура 3 апта уақыт қалды. Құдай қаласа 3-ші титулға 3 апта қалды. Сіздер сияқты біз де асыға күтіп отырмыз. Енді нәсіп болса, осы 3 аптаны берекелі пайдалану керек. Бір 2 спаррингіміз қалды. Одан кейін салмақты, сауатты және сәтті жасау керек. Спаррингтен аман есен өтудің өзі бір жеңіс. Салмақты аман есен жасаудың өзі бір жеңіс. 3-ші жеңіс ол рингте қарсыласты ұту. Бұйырса, осы 3 жеңісте жақсылығымен өткізуді нәсіп етсін Алла Тағала. Америкада жүрсең, біраз нәрсені ойланасың. Елден сыртта болғаннан кейін, сырттан қарағаннан кейін, елдің жағдайы, елдің ахуалы сәл басқаша көрінеді. Кей мәселелерге анализ көзқараспен қарайсың. Мені көптен бері ойландырып жүрген бір мәселе бар, ағайындар. Ол мынау біздің спортшыларды келеме жүдеу, мазақтау, солардың бір жаңылып қалып, байқамай қалып, қателесіп қалған сөздерін прикол қылу мәселесі қазір біздің қоғамда жиі хит болып кетіп жатыр, рекке шығып жатыр, тренд болып жатыр. Біз өзі қазақ спортшыларды қатты құрметтеп, өзіміз спортшыларды қолдан тұлға жасаймыз ғой. Бір жарыстан жеңіп келсе, ат көлігін сыйлаймыз, шапан жабамыз, төрге отырғызамыз, біздің батырымыз дейміз, құрметтейміз, қошемет көрсетеміз. Олар бір мансабын аяқтаған кезде, немесе бір сұхбаттарында бір қателес қалып жатса, соны бір кешіре алмай қалып жатамыз. Өзі қазақ айтпай ма енді? Аспаннан аған сөз емес, сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ болмайды демей ма? Мен бір сөз естіп едім. Біз спортшыларымызды
жақсы көргеніміз соншалық құшақтап атып құшағымызда тұншықтырып өлтіреміз деп. Сол сияқты елдің абыройын намысын көтеріп жүрген, көк туды талай желбіретпей жүрген спортшыларымыз көп қой. Бірақ олар да адам баласы да, жігіттер, қыздар. Олар да адам баласы. Олар да байқамай сөйлеп қояды, олар да қателесіп қалады. Олар да бір күнә жасап қалады. Олар да бір нәрсеге кінәлі болып қалады. Олар да бір қоғамның мүшесі ғой. Бірақ солардың қателігі жаңағы ақпараттағы қара дақ сияқты басқаша көрінеді да бізге. Өйткені өзіміз сол спортшыларды жоғары деңгейге көтеріп алғанбыз. Біз енді қазір айтамыз ғой, бокстан олимпиададан чемпион шықпады деп. Қанша болды? Бір 2 олимпиада болды ма? Шыққан чемпиондарымызды естіп жатырмыз. Мысалы, Ермахан ағаларымыз, Серік ағаларымыз, Бақыт ағаларымыз деген сияқты. Соларды қаншалықты құрметтеп, қадірлеп жатырмыз. Бақтияр ағаларымыз бар мысалы. Әр сөздерін кезінде әртүрлі мазақ сөздерге пайдаланды ғой. Ермахан ағамыз. Осы бір екі шекарадан бір өтіп кете беретін сияқтымыз да біз. Спортшылар олар залда тер төгеді, жаттығу жасайды. Кей спортшылардың кітап оқуына кәдімгідей уақыты болмай қалып жатады жігіттер. Мен спортшылардың қасындамын ғой, көп араласам. Олардың бар ойы, бар мақсатына қарсыласты жеңу. Соған дұрыс дайындалу, қарсыласты зерттеу, сомен уақыты, сомен өмірлер өтеді да. Кей спортшылардың жаңағыдай кітапқа уақыт болмай, әңгімеге жоқ болып қалып жатады. Сөйтіп бір жерлерде журналистер қоймай сұхбатқа шақырады, басқа қылады. Олар да енді елдің намысын көтеріп жүрген екен, бір елге пайдалы сөз айтайын деп кейде сүрініп қалып жатады, кейде дұрыс айтып жатады. Бірақ біздің проблемамыз сол, дұрыс айтқан жерлер насихаттамаймыз да. Керемет, жалынды, мықты спортшылардың сөздері бар. Кәдімгі елдің намысын оятып, жастарға рух беретін. Бірақ біз оларды қалыпты жағдай айтады ғой дейміз да. Бір сүрініп қалған жерін алып, соны бір мазақ қылуға біздің қоғам әдет. Біздің қоғамда сол нәрсе әдет болып кетті. Әдетке айналдырып алды өкінішке қарай. Сол үшін барымызды бағаламасақ, өз-өзіңді сыйласаң жат жанынан түңілер деген сияқты, өз-өзімізді құрметтемесек, өз-өзімізді қадірлемесек, өз-өзіміздің қасиетімізді білмесек, аспаннан біреу түсіп, ой қазағым демейді ғой. Қазақтың батыры деп, қазақтың туын желбіреткен деп шетелдіктер өзіміз сияқты бәрібір жақсы көре алмайды ғой. Сол үшін мейлінше бір-бірімізді бағалап, бір-бірімізді құрметтеп жүргенге не жетсін. Мен тек қана спортшылар туралы айтып жатқан жоқ. Жалпы біздің қазақ қоғамындағы осы біреудің сүрінгені мазақ қылу, біреуді сөз ету, біреуді ғайбаттау, біреуді өсектеу, жалпы біреумен айналысуды біз әдетке айналдырып алдық. Мен әлеуметтік желіден анализ жасап отырып, соған көзім жетті. Біреуді мазақ қылу, біреудің отбасын талқылау, біреуді сынауды кәдімгі біз күнделікті бір жұмысымыз қылып алған сияқтымыз. Осы нәрсені бір ойланып қояйық. Өзі біреуді сөз етпе, сенде тұрсын кезекте дегендей, бәрінің өмірінде әртүрлі қателесулер болады. Өзі қазанаттың жолында жазық та бар, ор да бар, азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар деп қазақ босқа айтпаған ғой. Әр адамның басында, әр жігіттің басында, әр әйелдің басында бір қателесулер, бір түсініксіз жағдайлар болады. Өйткені адам өмірді екінші рет, үшінші рет сүріп жатқан жоқ қой. Өткен өмірінде осылай қателесіп қалды, мен өйтпейін деген сияқты. Адам жасап қателеседі, үйренеді, сабақ алады дегендей. Сондықтан мейлінше біреудің қателігін жасырсақ, біреудің, қазақ айтады, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып деп айтады. Сол біреудің жақсылығын асырып, жамандығын жасыратын болсақ, өзіміздің отбасымызға, өзіміздің тұлғалығымызға, өзіміздің адамдығымызға ол береке болып келеді. Біреуді сынауды, біреудің мінін тергенше өзіңмен күрес дейді ғой. Мейлінше осы нәрсені бір ойланып қойықшы. Және құр ойланбай айта жүрейік. Құр ойланбай біреуді талқыламауды әдетке айналдырайық. Біреуді талқылау, біреуді туралы сөз ету, комментарий жазуды әдетке айналдырып алдық қой. Енді біреуді талқыламауды, біреуді сөз етпеуді, біреуді өсектемеуді әдетке айналдырсақ, онда ұлт ретінде де болашағымыз мықты болады, тұлға ретінде де әр жігіт жақсы дамиды.